Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Есімім Асылай. Бүгін сіздермен ыстық тағам ретінде ұсынылатын керемет чечевичный крем суп жасайтын боламыз. Ерекше дәмді болып шығады, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Менімен бірге жасап көріңіздер, ал онда бастаймыз. Ол үшін ең бірінші пиязымызды алып, видеода көрсетілгендей жұқалап, жақсылап турап шығамыз. Барлық қоспалардың мөлшерін описаниеге жазып қоямын. Келесі болгар бұрышында жақсылап турап шығамыз. Көлемі маңызды емес, өйткені соңында барлығын блендермен езетін боламыз. Келесі сарымсақты тураймыз. Сәбізді де осылай дөңгелек етіп турап шығамыз. Кастрюлемізге кішкене мөлшерде сұйық май құямыз, үстіне сары май саламыз. Сары май қоссаңыздар, сорпаларыңыз ерекше дәмді болады. Майымыз қызғаннан кейін пиязымыз бен сарымсағымызды қосып, жақсылап араластырып қуырамыз. 10 минутқа бетін жауып бұқтырамыз. 10 минуттан кейін қақпағын ашып, жақсылап араластырамыз. Үстіне болгар бұрышын салып, тағы да 5 минуттай араластырып отырып қуырамыз. Осыдан кейін үстіне сәбізімізді салып, оны да жақсылап араластырамыз. Осыдан кейін өз қалауларыңызша томат қоссаңыздар болады. Мен осындай шашлычный томат қосамын. 1 шай қасық қоссаңыздар жеткілікті болады. Дәміне қарай тұз және де өздеріңіздің қалауыңызша дәмдеуіштер қосамыз. Жақсылап араластырып, жай отта 10 минутқа бетін жауып бұқтырып қоямыз. Он минут өткеннен кейін үстіне чечевицамызды саламыз. Жақсылап жуылуы өте маңызды. Осылай жалтырап, жылтыр түске айналғанша жақсылап жуамыз. Чечевицамызды салып, араластырып, үстіне суымызды құямыз. Мінекей осындай керемет түске айналады. Су құйғаннан кейін дәмін көріп, егерде тұз бен дәмдеуіштер жетіспесе, тағы да салып араластырамыз. Бір рет қайнап шыққанша күтеміз. Бір рет осылай қайнап шыққаннан кейін жақсылап араластырып, бетін жауып 15 минутқа қайнатып қоямыз. 15 минут өткеннен кейін астын өшіреміз. Қақпағын ашамыз. Мінекей чечевица осылай суды өзіне сіңдіреді. Енді блендердің көмегімен кремге айналғанша жақсылап араластыруымыз қажет. Мінекей дайын болды. Иісі де дәмі де өте керемет болып шығады. Келесі енді лимонның суын кішкене мөлшерде ғана осылай сығамыз. Лимон сорпаға ерекше бір дәм беріп тұрады. Енді осыны жақсылап араластырамыз.
Осымен біздің крем супымыз дайын. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап көріңіздер, өте дәмді шығады, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.